Алдағы 8 жылда әлемдегі қуат көздеріне сұраныс 75% артады. Қажеттілікті толық қамтамасыз ету үшін өндірісті қазіргіден 5-6 есе көбейтуге тура келеді. Астанада басталған 7-ші Қазэнерджи Евразиялық форумында осы мәселе көтерілді. Сарапшылар тұрақты энергетикалық болашақ қалыптастыру жөнінде пікір алмасып, тұшымды ойларын ортаға салды. Бұл көрме Қазақстандағы дәстүрлі және балама қуат өндірушілердің қазіргі қарқынынан хабар береді. Биыл қолға алынған, алдағы жылға жоспарланған ірі энергетикалық жобалар паш етілген. Шараның ашылу салтанатында сөз алған үкімет басшысы Серік Ахметов алдағы уақытта жасыл энергетикаға ерекше көңіл бөлінетінін айтты. Энергия ресурстардың экспорттық бағыттары әртараптандырылады. Қазақ үкіметі бұдан былай салаға тартылатын қаражатты тек шикізатты алуға ғана емес, оны терең өңдеуге жұмсамақ. Ізінше Испанияның экс-премьері сөз алып, евроның келешегі туралы пікір білдірді. Одаққа біріккен мемлекеттердің әрқайсысында ортақ валютаның құны бірдей болу керек деп түйді ол. Белді сарапшы Болгарияның бұрынғы президенті Петро Стоянов қуат көздеріне қолжетімділік мәселесіне ерекше тоқталды. К 2030 году необходимы инвестиции в размере 48 миллиардов долларов в год. 2030 жылға қарай энергия тапшылығын сезбес үшін бізге жыл сайын бұл салаға 48 миллиард доллар салу керек. Қазір инвестиция көлемі жылына небары 14 миллиард. Яғни 2030 жылы 1 миллиард адам жарықсыз қалады. Өйткені бүкіл әлемдік банк берген мәлімет, жер шары тұрғындарының 28% күніне небары 1 доллар 25 центті талғажау етіп отырғанын аңғартты. Қуат тапшылығын қазірден айқын сезініп отырған елдердің бірі Үндістан. Осы елдің парламент депутаты Шаши Тарур жергілікті халықтың 1/3 қарапайым электр қуатына да қол жеткізе алмай отырғанын айтты. Осы орайда тұрақты энергетикалық болашақ қалыптастырудың мәні зор. Әлемдік мұнай кеңесінің президенті бүгін тұрақтылықтың бұлжымас 8 қағидасын жария етті. Все 8 принципов равно одинаковые. Тұрақты 4 тұжырымды үкімет, қалған 4 энергетикалық компаниялар бұлжытпай орындау керек. Мұнай компаниялары ақылға сыйымды табыс әкелуі бұл бір. Екінші, сол табыстың қайтарымы, яғни салық, әлеуметтік төлемдер болуы керек. Үшіншіден, апаттарды нөлге дейін төмендету. Төртіншіден, ашық, айқын жұмыс істеп әрекет ету құқын иеленуі керек. Үкіметке келсек, нақты салық ережелерін жазып беруі керек. Тұрақтылықты қамтамасыз етіп, жаңа барлау аймақтарын ұсыну. Қоршаған ортаның қауіпсіздік шарттарын бекіту. Төртіншіден, қызмет көрсету компанияларын дамыту. Бұл қағидаға салсақ, үкіметтің қазақстандық үлесті ұлғайтуды талап етуі заңды. Қазэнерджи қауымдастығының төрағасы Тимур Құлыбаев осы орайда технология алмасу мәселелерінің мәні зор екенін айрықша атады. Бірқатар компаниялар қазір Қазақстанда маман даярлау ісін